Тоқаев мырза, сізге бір дат айтайын деп отырмын. Мынау айналаңызда жағымпаз жантақтар жағымпаздықтан жарыс ұйымдастырып жатыр екен. Конституциямен сізді мақтаудан. Олардың қарқындарының қаттылығы сондай. Анау Назарбаевтың бұлбұлдары болған Мырзатай мен Қуаныш Сұлтановтарды шаңғап тұратын түрі бар. Бұлар сіздің досыңыз емес, бұлар сіздің жауыңыз. Бұлар халықтың да жауы болды. Бұлардың бар көксегені қарақан бастарының қамы. Тоқаев билікте ұзақ отырса, сол арқылы мансапта өрлеп, өздерінің жаңағы жасырын бизнестерін дамыту. Басқа еш нәрсе емес. Тоқаев мырза, бұлар сізді екі дүниеде тозаққа сүйреп бара жатыр. Бұл дүниедегі тозақ ол халықтың қарғысына қалу. Бұл дүниеде тозақтың иесі ол халық. Ал ана дүниедегі тозақтың иесі ол Алла. Алланың 99 есімінің бірі ол халық. Ал халықтың ризашылығын алмау ол Алланың ризалығына да бөлінбейтіні анық. Мынау тарихтан қарап отырсақ, қаншама хандықтар, патшалықтар жер бетінен жойылып кетті. Оған себеп жағымпаз уәзірлер және ақылсыз хандардың кесірі. Сол хандықтардың түбіне жеткен. Мынау жаңа конституция жобаңыз елді сондай құрдымға әкетейін деп отыр. Елді құрдымнан сақтау үшін ондай сізде мүмкіндік бар, елді құрдымнан сақтап қалатын. Ол мүмкіндікті Назарбаев жіберіп алды. Ал сіздің қолыңызда ол мүмкіндік тұр. Ол үшін не істейсіз? Бірінші мына референдумға шығарып жатқан жаңа конституция жобасынан бас тартыңыз. Референдумды өткізуді тоқтатыңыз. Ақша исрап етуді тоқтату керек. Бұған бөлінген 21 миллиардты басқа игілікті шараларға жұмсаңыз. Мектеп салыңыз, жол салыңыз. Екінші, түрмедегі барлық саяси тұтқындарға бостандық беріңіз. Үшінші, оппозициялық бағыттағы саяси партияларды тіркеңіз. Төртінші, елде әділетті түрде президент және парламент сайлауын өткізіңіз. Бесінші, қаңтар оқиғасы үшін халқыңыздан шынайы түрде кешірім сұраңыз. Және мынау айналаңызды жағымпаздардан тазартыңыз. Міне бұл сіздің қолыңыздан келетін мүмкіндік. Бұл соңғы мүмкіндігіңіз сіздің. Мынау қасиетті де шапағатты кешірімді Рамазан айында осы істерді атқарсаңыз, екі дүниеде де жүзіңіз жарық болады. Ал олай болмаған жағдайда тағы да бір қаңтардың қайталануы мүмкін. Енді қаңтар болып, халқыңызға тағы да оқ ататын болсаңыз, халқыңыз сізді аямайды және кешірмейтін болады. Осы сізге айтарым. Кеспек болсаңыз тілім міне, шаппақ болсаңыз басымда міне. Елімнің, халқымның мұңын айтып, зарын айтып, өлсем арманым жоқ. Тап қазір ат тастайын десеңіз де, айтар сөзім осы. Осы сөзім Тоқаевқа жеткенге дейін таратыңыздар ағайын. Баршаңызға рахмет. Рамазан айы құтты мүбәрәк болсын.